Атым Мәжит, фамилиям Каримов. Осы айналып келгенде осы жерде өзі малға тіреледі. Иә. Атам қазақ осы мал бағып өскен. Иә. Малдың етін жеп, сүтін ішіп, сонымен осы обыр Шынбек жүге келген жамбылдың ұрпақтарымыз ғой кешегі. Жер дауы, жесір дауы келіп жатыр. Былай барсаң, мына былай барсаң, менің жерім дейді. Арағына қайқын қуатына, менің жері. Менің жерім, одан Қызылқұмысқа келсең, ойбай, менің жерімде тағы бір шығады. Ол жерде сол өзі былтыр салынмастан, ешкімге берместен салынмаған жері қалды. Былай барсаң, Бағилайға барсаң, жердің бәрі жыртып тастаған. Ал оны екісімен қоршап қояды. Екісімен, міне бір өтірік жоқ. Оған мал түссе бар байлап қояды. Ал оны бір жылдан кейін шашып тастайды. Ана мусор болып отырған Бағилайдың жағасы. Ал ол жерге былай шықсаң мына жерден сиырды таңертең айтамыз, тіпті кешіріңіздер енді. Сиырды таңертең айтып береміз, асфальтқа шықпасын. Иә, шықсаң болды, 10 мың штраф. Сол мал қайда бар екен, сонда мына халықтың сол малмен күн көріп отқан осы. Малмен күн көріп отырмыз. Ол мен білмеймін әбекеңдеріне. Оның жері бәлен жылдан, ол әбекең мана айтып отыр, 3 жылдан бері салынған жоқ, салынбағаны дұрыс, ол қоршалған да жоқ ол жер. Ал ертең келеді ана жерге, әбекең орнына келеді де, ана жер болды. Осы малды былай қуады, ол мал енді қайда барады халық сол мал. Былай барсаң да жыртып тастаған, биыл мына жерге салады да келесі ана жаққа кетеді. Ана жер қалады жайына. Бар ғой бізде ондай жер. Ал тут малдың несі? Мына сіздерге айтайын. Мына көрші мына Орал облысы Бағилайдың бергі бетінде бірде-бір неге жекеменшікке облысқа жер бермеген. Мына не салуға жер бермеген. Мына халықтың жері. Мынау не жоқ. Тек қана Сиырмақ деген жерде бергі бетінде Базарбайдың балдары отыр. Онда қыстағы сенікі тұр, бірақ мал жер халықтікі деген. Көрдіңіз бе міне? Бұл Қалмақовқа дейін бергі бетінде не жоқ. Қарапайым ауыл. Бізден тіпті несі былай қарағанда нелерінің өзі кешіріңіздер атқазы. Нелері газ саңа нелері бәрі төмен бізден кейін жүрген. Біздің ауыл шүкір бар. Бірақ малсыз деген осы отырған малсыз мына ауылдың сәні бола ма ол? Оған кім қазір осы бергі беттен Бағилайдың вообще мына ұштайды жіберуге болмайды. Ол халықтың бір парламенттен бір нетіп едім. Мына ауылдан 900 шақырымдан 15 шақырымға дейін вообще халықтың жері беруге болмайды деген бір заңды бір шаласап естіп қалдым. Ал оның еш жоқ қазір. Тек мана суатқа баратын жер жоқ деймін ана Бағилайға. Ал малдың жайылатын жері жоқ. Мына қараңыз келіңдер. Ол енді сол ауылдың ішінде жүрмей, ол мал қайда барады енді ол? Ал мал ұстамай, келіп облыс жеп қыстан, сол ет жемей, қай қазақтың баласы қыстан шығып жатыр. Міне көрдіңіздер ме? Бағилайдың бергі бетінен менің ойымша вообще жер беруге болмайды. Мына совет үкіметі мезгілінде салды ана жерден. Кімнің мына Бағилайдың бергі бетінен қыста осы жерде шықсықсан. Қазір әбекең орнында Қарымсақ марқұм отыр, ана жерде Сапаров Төлеген отыр. Сол мына жерде отырып